Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Өтініш, осы видеоға лайк басуды сұраймын. Және подписацияны бір ғана басып қойсаңыз, онда сіз менің еңбегімді бағалағаныңыз. Пускке кіреміз, настройка деген параметрі дегенге кіреміз. Конфиденциальность дегенге кіреміз. Мына жерде ең астына түскенде документы деген бар. Енді документы деген кейбір приложениялар доступ керек, соның ішінде Windows-тың өзіне, сондықтан мына жерде включение тұра берсін, ал осы жерде включение, бірақ білетін, осы жерде тұра берсе болады, дәл осылар, бірақ сіз білетін, білмейтін программалар болса, бөлек осылай отключить етіп тастай аласыз. Бұл деген сіздің жеке документтеріңізге доступ алатын нелер. Мысалы, осы нәрсе. Тауар оқу үшін подробнее басасыздар. Одан кейін мына жерде де тағы да оқуға болады. Жеке. Білмейтін программа, уайымдайтын, қорқатын программа болса, отключить етіп тастаңыз. Мен мыналардың барлығына сенем. Мысалы, безопасность Windows деген ол бүкіл файлдар тексереді ғой, библиотека документтерден вирусқа, сол сияқты ғой. Құрметті достар, осыны жарнама ретінде қабылдайсыздар ма? Өздеріңіз білесіздер. Касперский өте мықты антивирус. Әлем бойынша үштіктің ішінде бар. Офистары ақш құрама штатында. Тіпті көптеген елдер осы Касперский антивирусты пайдаланады. Интернет төлемдерді қорғайды. Мысалы, сіз алаяқтық сайтқа кіресіз, ол жақта бірдеме сатып алайын деп жатырғанда, Касперский айтады: төлеме, бұл сайт алаяқ дейді. Касперскийде әр апта сайын обновление болады. Мысалы, жаңа алаяқтық сайт пайда болады, Касперский оны қара тізімге салады. Парольдеріңізді қорғайды. Кейбір программалар, кейбір сайттар, егер сізде ноутбук болса, веб-камера арқылы сізді бақылайды. Ал Касперский айтады: міне, мына сайт, мына программа сізді веб-камера арқылы бақылап отыр. Не істейсіз дейді. Касперский Total Security'де ерекше функция бар. Ол балаларды зиянды сайттардан қорғайды. Яғни плюс 18 сайттарға кіргізбейді. Жаман видеоларды көрсетпейді. Касперский Total Security'ді жүктеу үшін видеоның астында сілтемеге басамыз. Міне, екі устройство, яғни телефонға және компьютерге бірдей орнатуға болады. Яғни телефоныңызға да, компьютеріңізге де вирус кірмейді. Толығырақ танысып шығуға болады қысқа нұсқа. Бірақ мен сіздерге барлығын айттым. Купить басасыздар. Оформить заказ дегенді басамыз. Өз почтаңызды жазасыздар. Ары қарай аты жөніңізді жазасыз. Оформить заказ дегенді басамыз. Почтадан немесе оплатить онлайн дегенді басамыз. Оплатить онлайн ыңғайлы. Басамыз. Карточкаңызды алдыңғы атыңызды жазасыз, фамилияңызды, номер картаңызды жазасыз. Срок действия карты жазасыздар. Карточканың артыңғы номерін жазасыздар. 3 цифралы болады. Телефон номеріңізді оплатить басасыздар.